бойы ұзын болу керек. Сақалды жігіт болса, желательно. Сақалдылар ұнайды. Все мені түсінсе болды ғой. Енді бірақ маған анандай жігіттер ұнайды, типа өзін сөзін өткізе алатын қатал жігіттер. Сен енді бар ғой, қазір жігіттер андай қалай айтсам болады, накачанный, прям пресстері бар жігіттер енді ойламайсың ғой. Импотент болса ше? Импотент. Ол қандай? Енді тұрмайды. Иә. Білмеймін ғой. Жоқ, мен сөзімді аяқтай салайын да, там накачанный, күшті жігіттер болады, сен олай ойламайсың ғой. Бірақ олар тоже береді. Берген. Саған? Иә. Жаңағы накачанный саған услугаңды алған, саған берген жігіттер ақша төледі ма сонда саған? Жоқ, мен ақша емес, инстаграмнан сөйлесіп танысқам. Солайынан? Иә. Олар сонда вообще ондайларды гей деп айтады ма? Ондайларды гей деп айтпайды, потому что ол гей маған ешқандай қызықпайды, короче, гейлер маған қызықпайды, маған қарамайды, например.